Дәуіттің жаралуы. Дәуіттің тұсында Ғайдуна деген қаланы ордалы жылан басады. Олардың көптігі сондай, күрек басындай жерге 10 жылан сияды екен. Қарсы келген адамға атылып бет қаратпапты. Күресуге дәрмені қалмаған патша жұртты жинап кеңеседі. Қариялар, Дәуіт пайғамбардан көмек сұрайық деседі. Сөйтіп, Дәуітке хабаршы жібереді. Дәуіт пайғамбарлығымен қоса темірден түйін түйген ұста екен. Хабаршыны тыңдап болған соң, кеудесінен бір түймені үзіп алады да, оны төске қойып, балғамен 3 рет ұрады. Түймесі жәндікке айналып шыға келеді. Оны хабаршыға беріп, қалаға кіргенде босат, жыланды қуып шығады дейді. Жұрт Дәуітті күтіп отыр. Хабаршыны көріп, Дәуіт қайда деп сұрайды. Жігіт жәндікті көрсетіп, міне дейді. Жәндік секіріп түсіп, жыландармен айқаса түседі. Олардың көзін ойып, қаладан қуып шығады. Ерлігіне риза болған ел оны Дәуіттің жәндігі деп атап кетеді. Оған қасиетті, киелі деп құрмет көрсетіпті. Ертеде Дәуітті көрсе, Дәуіт бесігімді тербет деп ырымдайды екен. Онысы балалы болсам деген тілек екен.